Сәлеметсіздер ме Тағдыр жолы атты каналдың тыңдармандары. Арнаға жазылып, қолдай отырыңыздар. Күләш. Күздің соңғы айлары. Күләш таң азанмен артынып-тартынып жолға шықты. Қолындағы екі ала дорбасын арқалап, айқайға басып келеді. Киім алыңыздар, жастықтың тісін алыңыздар, арзан бағаға беріп жіберем, деп өткен-кеткенді көзбен шығарып салып жатыр. Ал көше бойындағы адамдар тіпті елемейді. Оны көрмегендей, қабағында бұрып қарамай кетіп жатыр. Уақыт түскі асқа жақындап қалды. Үйіндегі 3 перзенті аш отыр. Ал бұл бір тиын да таппады. Үйіндегі 5-ке салған қызын уайымдап, жұмысқа деген зауқы соқпай қалды. Енді қайтпек керек. Үйге барайын десе тапқан тиыны жоқ. Қайтпайын десе бесіктегі баласын емізіп тойғызып, қалған 2 үлкеніне ас ауқатын беруі керек. Күләштің Алла берген 3 перзенті бар. Үлкені Ғайша, ортаншы ұлы Берік, кішісі Шолпан. Күләштің күйеуге тиіп маңдайы жарқырамады. Аманның көзі ашық, көкірегі ояу, білімдар адам деп ойлап еді. Сөйтсе, білімі түгіл, ой өрісі де таяз екен. Аман Күләштің сұлу жүзін, ботадай қою қара көзін, қара қалың шашын, бұралған тал шыбықтай белін, оқтайдай түзу аяғын көріп, естен танардай ғашық болады. Не деген сұлулық! Бұл қыз менікі. Ертерек үйге алып келуім керек деп, анасының жағдайына да қарамай, мен үйленем, қыздайын деп қойып қалады. Аман үйінің жалғыз баласы. Әкесі бала кезінде қайтыс болған. Анасының көзінің ағы мен қарасы болған Аманның айтқаны айтқан, дегені деген. Кішкентайынан айтқанын а дегеннен орындатып үйренген Аман шаруаға жоқ, қолынан іс келмес. Жасаған жұмысын жартысынан тастап кететін нағыз жалқау болып өсті. Анасы алтындарын, әкесінен қалған тракторын сатып, Алматыға оқуға түсірген болатын. Аман бұзақылықпен айналысып, істі болып, оқудан шығарылады. Анасы әупірімдеп жүріп, баласын ауылға келіп, «Балам, ауылда болсаң аш қалмассың, осында болшы» деп, жалынып жалпайып көндіреді. Қаланың бұзақы балдарына қосылып, өмірді жеңіл қабылдап үйренген Аман, ары кетсе, бір ай ауылда жүре тұрайын, қайта кетуге көндіремін деп, көніп ауылда жүреді. Ауылда дегені болмаса, оның бары білінбейді. Түске дейін ұйықтап, күн шақшаға келгенде тұрып, беті қолын жуып, анасы дайындаған ас тамағын ішіп, көшеге бекерші балдармен жүріп, түн ортасында оралатын. Анасы тиынға оның бұл жүрісі ұнамаса да, құлыным оқудан шығып, қаймығып жүрген болар деп, оған артықша сөз айтпайды. Келесі ай Аман, «Мама, мен қалаға барып жұмыс жасайын» деп анасын көндіреді. Анасы қуана, «Аллам, өзің жар бола көр, құлыным, мен сені уайымдаймын, аман жүрші ботам» деп жылап-сықтап қала береді. Аман қалаға келіп, жолдас балдарына қосылып, жеңіл ақша табуға үйренеді. Бір күні Аман Бағдаршамда тұрған Күләшті бір көргенінен ұнатып, артынан еріп жүріп, оның оқу алдына келгенде, өзінің алдын шығып қалған оқу орнын екенін көріп, бұл осында оқи ма? Қалай, бұрын соңды осындай сұлу қызды байқамағанмын, деп ойлап, артынан кіре алмай тұрып қалады. Кірейін десе, өзінің қуылғаны бар, есік алдында тосады. Бір кезде өзінің группада бірге оқыған Саят шығады. Өз туысын көргендей қуана кеткен Аман артынан еріп келген қыз туралы айта бастайды. Саят үнсіз тыңдап, оның жанында қалып сол қызды тосады.
Түс ауа барлық студенттер оқудан шығады. Топырлаған адамдар арасында жаңағы қызды көзбен іздеп тұр. Әне, ана сары көйлек киген қыздың жанындағы қыз, деп Саятқа көрсетеді. Саят, ол қызды танимын. Ол 2-ші курс студенті, аты Күләш, дейді. Аман оның танитынына іштей қуанып, досым, сол қыздың телефон номерін тауып берші, деп өтініш жасайды. Саят өтінішін орындап, кешке дейін тауып береді. Аман енді бар ойы онымен тездетіп кездесуге шақыру. Кешке Күләшқа хабарласады. Алло, сәлем Күләш. Танымадым, кім екен бұл? Мен саған сырттай көріп, ғашық болған жанмын. Сырттай көріп ғашық болу, ол жай ғана өткінші, деп өшіре салады. Мұндай жауап күтпеген Аман өзін бір түрлі сезініп, қырсығын қарашы, әлі сені уысыма түсіремін, деп ертесіне алдынан шыға келеді. Қолында раушан гүлін ұстап, Күләшті тосып алады. Күләш аң-таң боп, бұрын сонды көрмеген адамы, өзін жайсыз сезініп, бұрылып кете барады. Оның сабақтан шыққан, асыға күткен Аман, оның алдынан шығып, қолынан тарта шетке шығарып, мен сені бір көргеннен ұнатып қалдым, өтінемін, сөйлесіп көрейік, деп сөз айтады. Қыз жай ғана басын изеп, жарайды, деп қайырыла кете барады. Екеуі сөйлесе бастайды. Қыздың жүріс-тұрысын толық білген Аман ауылына, анасына хабар берді. Тосыннан айтылған жаңалыққа Теңге апа не қуанарын, не дайындаларын білмей, толқып, жалғызының басы екеу боларын ойлап, қуаныштан көзіне жас келді. Танысқанына 3-ші күні болған кезде кездесуге шақырады. Аман қызды алып қашты. Қанша қарсыласқанмен де қызды алып ауылға келді. Қуаныштан толқып жүрген апа көрші қолаңмен дайындықты бастап кеткен ол кезде. Ауыл әйелдерді Күләшті көріп, таңдай қағып, не деген әдемілік, өзі сондай сұлу, деп бір-біріне жарыса айтуда. Күләштің ата-анасына хабар берілді. Анасы хабарласып, қызым, өзің шеш, алып кет десең қазір барамыз. Егер өзің қалап тұрсаң, біз разымыз, деді. Алдында қолынан ұстап, мен сені бақытты қыламын деген Аманға қарап, мам, мен өз еркіммен келдім, деп жауап берді. Солай беташар өтіп, тіршілік жалғасады. Аманның жалқаулығын байқаған Күләш, тұрсаңшы, сырттағы малға қарасаңшы, десе, мама бар ғой, деп көзін аша алмай жатыр. Сопайып тұрып қалған Күләш, не сен сонда анаңа жаның ашымайды ма? Анаң 60-тан асқан қария ғой, деп айтып еді. Баршы, жұмысың жасашы, деп теріс қарап жата қалды. Бұл шаршаған болар, десе де, анасына сеніп жатқаны қалай, деп күні бойы ойлап жүрді. Күндер өтіп, тек жатып ішер жалғау екенін байқап, оны шаруаға салуды, оған еңбек етуді үйретейін деп, тұрсаңшы, қораға, шөпке қарасаңшы, деп сөйлеп еді. Орнынан тұра сала, сен маған дауыс көтеретіндей кімсің, деп сабалап, денесін көк ала қойдай қылды. Араша түскен анасын да көрмейді көзі тіпті. Аяғы ауырлап қалған келіншек, баламнан айырылып қалармын деп, одан кейін жұмған аузын ашпады. Қатарынан 3 баланы дүниеге әкелді. Оған тек енесі жүгіріп жүрді. Перзентханаға да барып, артынан іздеп, жағдайын біліп, өз баласындай көрді Күләшті. Күләшті өз анасындай құрметтеп, аралары жақын еді. Бүгін 40-нан шығарды кенжесін. Ал Аман әлі жоқ. Күнде сауық, күнде той. Ол бұл кезде Сандуғаш есімді 2 балалы келіншекпен көңіл жарастырып жүрген кез еді. Сандуғаш күйеуім ажырасқан болатын. Себебі Сандуғаш Алла алдындағы ақ некелі жарына опасыздық жасағанын күйеуі өз көзімен ұстап алады. Сандуғаш таяқ жеп бір өлімнен қалды. Аман екеуі
мейрамханада танысқан. Солай екеуі кездесіп жүр. Күләш оны білмейді. Білсе де қатты қайғыра қоймас. Өзі еркек, өзі әйел үйде. Не ақша таппайтын, не жұмыс жасамайтын жарынан әлде қашан көңілі қалған. Бір күні Аман үйде киім-кешегін жинап жатады. Оны көрген анасы: «Балам, қайда барасың?» деп аңырайып қарап қалды. «Мама, мен кетіп жатырмын. Өз күндеріңді өздерің көріңдер. Мен енді жылына 1-2 рет келіп кетемін», дейді. Арғы бөлмеден Күләш жүгіре жетіп: «Естігенім рас болды ма сонда? Сол қатынның қолына кіресің бе енді?» деп жылап жіберді. Аман мойнын бұрып қарамай: «Саған жауабымды бердім. Жолың ашық. Кетем десең кете бер», дейді. Анасы сол жерде қан қысымы көтеріліп, бірден құлады. Аман көтеріп, кереуетке жатқызып, үндемей киім-кешегін алып шығып кетті. Жедел жәрдем шақырып болып, Күләш Аманға: «Мен кетпеймін, апама қараймын. Егер де қайта келіп жалынсаң да кешірмеймін сені», деп айғайлап жылайды. Аман сол кеткеннен мол кетіп, арадан жыл өтеді. Теңге апаның қазірде жағдайы жақсарып қалды. Баласын ойлауды қойды. Өйткені ол өзінің өмір мен өлімнің арасында жатқанда тастап кеткен болатын. Ал Күләш белін бекем буып, балаларының болашағын ойлап, жұмыс жасады. «Кететін адам кетті деп, мен неге езіліп жатуым керек? 3 перзентім 3 жағымнан сүйеу» деп, Ташкенттен киім әкеліп сата бастады. Тыным таппай еңбек етті. Бүгінде сол балаларға арналған киімдерін арқалап үйіне қайтты. Балалардың түскі асын беріп: «Апа, сізбен ақылдасатын бір шаруа бар. Мен базарға барып сатсам деймін», деп еді. «Жаным, құлыным, сен не десең сол болсын. Көр, шолпанды омыраудан шығар. Өзім бағамын. Сен алаңдама», деп ақ батасын берді. Базарға шыққан күннен бастап ісі оңға басты. Ақшасы құралып, енді міне барлық керек балаларының ұсақ түйектерін бір жаңартып, енесін де ұмытпай бастан аяқ киіндірді. Арадан 6 ай өте үй алдынан үлкен дүкен ашты. Адамдар дән риза. Өйткені орталыққа дейін бір талай жол. Адам алысы жақсы, дүкенде өзі тұрады. Күләштің өткен кеткен еркектер Күләштің сымбатына тамсана қарап, алғысын айтып шығатын. Бәрі өз орнында. Балалары тоқ, киімдері бүтін. Апасының да жағдайы жақсы. Бір күні Аман ауылына келеді. Тиын санап ауылға жеткен Аман таксиден түсе үй алдындағы үлкен дүкенді көрді. «Үй сатып жіберген бе? Қайда апам?» деп сыртқы есікті ашып кіріп келді үйге. Үйде Күләш, анасы және 3 баласын көріп, қызыға да, қызғана да қарап тұрып қалды. Күләш өте сұлуланып кеткен. Дене бітімі сол баяғы қалпы. Шашын бояп, көркіне көрік қосқан. Ботадай көздерін төңкеріп, енесіне бірдеңелерді айтады. Есік алдында тұрған кісіні бірінші кішкентай баласы көрді. «Апа, қарашы, ана жерде аға бізге қарап тұр», деп нұсқайды. Баласы екенін бірден таныған анасы көрмегенсіп отыра берді. Ал Күләш аң-таң боп-боз күйге түсті. Аман еңкейе үйге кіргенде оның бірден 10 жылға қартайған түрін көріп, аң-таң, «Қайдан келдің?» деген сұраулы жүзбен қарап қалды. Аман көзі жасқа толып, анасының аяғына жармаса жылап: «Кешірші, жаным, апатайым, кешірші. Кешірші ақымақ балаңды», деп өксіп-өксіп жылайды. «Аманым, қайда кеттің? Қартайған анаңды тастап, қайда кеттің әйелің мен балаларыңды тастап?» деп жылап отыр. Айтты бәрін айтты.
сол қатынның қолына кіріп, ол қатын бұны сатып 4 жыл құлдықта ұсталғанын, 4 жыл ішінде істемеген ісі жоқ, жемеген таяғы жоқ, бәрін айтты. Күләштан да кешірім сұрап, жалынып отыр. Бірақ Күләш міз бақпай бір жерге қарап отырды да қойды. Ана байғұс қайтсын, еңіреп, көрген қорлығын айтқан сайын жылайды кеп. Аман сол теріс айналған үйінде қазір де тұрады. Күләш бір рет оған қарап сөйлеген емес. Оны көріп тұрса да көрмегендей жүреді. Балаларын да бауырына баспаған Аман қазір балалары десе өліп өшіп тұрады. Бірақ Күләш кешірейін дегенмен де жүрегіндегі Аман салған жара әлі жазылар емес. Құрметті көрермендер, сіздер Күләштің орнында болсаңыздар, не істер едіңіз? Кешіргені дұрыс па? Әлде бар өмірін балаларына арнап, өз бақытын күту керек пе? Өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер. Қош, сау болыңыздар.